Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен a little және a few мөлшер сөзімен танысатын боламыз. Жалпы a little мен a few бұлар бізде саналатын және саналмайтын зат есімдермен қолданылады. Ендеше алдымен біз a little-ға тоқталайық. A little ол бізде саналмайтын зат есімдермен қолданылады. A little. A little. Ол бізде саналмайтын зат есімдермен uncountable noun. Ендеше мысал алатын болсақ, a little water. A little water яғни аз су деген мағына келеді. A little water. Немесе a little money. Немесе a little time. Жалпы саналмайтын зат есімдермен қолданылады. Келесі бізде a few. A few ол бізде саналатын зат есімдермен қолданылады. A few. Ол бізде саналатын зат есімдермен, яғни countable noun. Бұл noun дегеніміз саналатын зат есім. Мысал алатын болсақ, a few books. Яғни азғандай кітап. Немесе a few days. Немесе a few people. Енді жалпы a few мен a little бізде кейбір жағдайда бұлар артикльсіз жай little немесе few деп те қолданылады. Соған қазір көбірек тоқталайық. Ендеше кеттік. Алғашқы қазір бізде тоқталатын ол бізде a little. A little дегеніміз яғни ол some, яғни біраз деген мағынаны береді. A little some, but not much, бірақ көп емес. Мысал алатын болсақ, ол ешқандай тамақ жеген жоқ, бірақ аз ғана су ішті. She didn't eat anything, but she drank a little water. Яғни байқап тұрсаңыздар, she didn't eat anything, but she drank a little water. Ол ештеңе жеген жоқ, бірақ аз ғана су ішті. Яғни a little дегеніміз бұл жерде some, but not much, аз ғана, бірақ көп емес деген мағынаны береді. Тағы да бір мысал келтіре кетейін, түсінікті болу үшін. Мысалы, I speak a little English. I speak a little English, яғни мен аз ғана ағылшын тілінде сөйлеймін. Яғни сөйлей аламын, бірақ көп сөйлей алмаймын. I speak a little English. Тағы да бір мысал келтіре кетейін. Мысалы, мен түскі азға азғантай сорпа іштім, яғни азғантай суп іштім. I have a little soup for lunch. Have a little soup for lunch. Жалпы осындай сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қазір a few-ға тоқталайық. A little-дан айырмашылығы не? A few яғни бұл сіздерде беріліп тұр some, but not many. Яғни бұл да біраз деген мағынаны береді, бірақ та көп емес. Мысалы, кешіріңіз, маған біраз қоңыраулар шалу керек. Excuse me, I have a few phone calls. I have to make a few phone calls. Яғни маған біраз қоңыраулар шалу керек. Яғни біраз, бірақ көп емес. Тағы да бір мысал.
Біз біраз күнге бір жаққа кетейін деп жатырмыз. We are going away. We are going away for a few days. Біраз күнге. Көп емес, бірақ біраз күнге кетейін деп жатырмыз. Тағы да бір мысалға келіп тоқталайық. I speak a few words of Turkish. I speak a few words of Turkish. Яғни мен түрік тілінің біраз сөздерін білемін. Немесе біраз сөздерін сөйлей аламын. Жалпы a little мен a few-дің айырмашылығы осыда. Келесі бізде little және few сөздері бізде a артикльсіз қолданылады. Яғни a артиклін алып тастаған жағдайда бұлардың мағынасы сәл өзгереді. Мысал алатын болсақ, little. Little яғни біз қолданамыз without a, яғни a артикльсіз. Бұл не мағынаны береді? Бұл дегеніміз nearly no, почти что жоқ деген сөз, or nearly nothing. Nearly nothing. Яғни почти что жоқ немесе ештеңке жоқ деген мағынаны береді. Мысал алатын болсақ, тоңазытқышта аз ғана тамақ бар, яғни почти что ештеңке жоқ, холодильник бос деген мағынаны береді. Мысал алатын болсақ, there was little food in the fridge. Яғни ол почти что пустой. It was nearly empty. Empty. Ол почти что пустой деген мағынаны беріп тұр. Және де тағы да бір айта кететін жай, little'ды біз сонымен қатар very, яғни өте деген күшейтпелі сөзі де қолдана аламыз. Мысалға алатын болсақ, Dan is very thin. Мысалы, Dan өте арық. Неге? Because he eats very little. Яғни ол өте аз тамақ жейді. Dan is very thin because he eats very little. Яғни почти что ештеңке жемейді деген мағынаны беріп тұр. Яғни жақшаға жазатын болсақ, nearly nothing. Почти что ештеңке жемейді. Nearly nothing. Сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Келесі тоқталайық. Келесі ол бізде few. Few бізде a little сияқты, бұнда артикль a-сіз қолдана аламыз. Without a. Яғни бұл не мағынаны бар? Nearly no. Яғни почти что жоқ деген мағынаны береді. Ендеше мысалға тоқталатын болсақ, мысал айтайық, кинотеатрда аз ғана адамдар болды. There were few people in the cinema. There were few people in the cinema. Яғни бұл дегеніміз it was nearly empty. Почти что пустой болды деген сөз. Empty. Тағы да бір мысалға тоқталайық. Жаңағы little-да сіздер және very мен қолдандық қой, very little. Сол сияқты бұл жерде де few-ді біз very мен қолдана аламыз. Мысал айтайық, сенің ағылшының өте жақсы. Your English is very good. Сенің ағылшының өте жақсы. Сен өте аз қателіктер жібересің. Значит, почти что ешқандай қателік жоқ деген мағынаны береді. Яғни, you make very few mistakes.
Жалпы осындай айырмашылықтары бар. Ендеше келесі мен сіздерге қазір a little мен little және a few мен fewді салыстырмалы түрде мысал көрсете кетейін. Мысал алатын болсақ, олардың азғантай ақшалары бар. They have a little money. Олардың азғантай ақшалары бар. Сондықтан олар кедей емес. So they are not poor. Сондықтан олар кедей емес. Дәл осыған ұқсас келесі мысалды келтірейін. Бірақ та мен қазір little мен келтіретін болам, яғни артикль n алып тастаймын. They have little money. They have little money. Олардың аз ғана ақшалары бар. Яғни they are very poor. Байқасаңыздар, they have a little money, so they are not poor. Олардың сәл ғана азғантай ақшалары бар. Яғни мен бағана айттым, a little деген some деген мағынаны береді дедім, бірақ көп емес. Яғни біраз ақшалары бар, яғни олар кедей емес. Екінші мағынада little егер мен алып тастасам, ол почти что ештеңе жоқ деген мағынаны береді. Яғни they have little money, олардың өте сәл аздай ақшалары бар, яғни мүлдем ақшалар жоқ деп айтуға болады. They are very poor, олар өте кедей деген мағына беріп тұр. Бір ғана артикльден осындай айырмашылықтар болып тұр. Енді келесі a few-ға келіп тоқталайық. I have a few friends. I have a few friends, so I'm not lonely. Яғни менің азғантай досым бар, сондықтан мен жалғыз емеспін. Яғни мүмкін 2 досым бар шығар, может 3 досым бар шығар. I have a few friends, so I'm not lonely. Енді келесі мысал, тура осы мысал, бірақ та a артиклінсіз. Мысал айтайық, I'm sad дейік, мен көңілсізбін. Және мен жалғызбын, and I'm lonely. Неге деп ойлайсыздар? Себебі I have few friends. I have few friends. Яғни менің почти что досым жоқ деген мағына. I have few friends. Почти что жоқ деген мағына. Жалпы айырмашылықтар осындай. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.